Мен номері 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің 41-қа топ білім алушысы Мұсахан Іңкәр Асхатқызы. Диплом практикасы. Практика жетекшісі Алтанова Рахат Заурбековна. Мен бүгін 7-ші сыныпқа қазақ тілі пәнінен қашықтықтан оқытуды бастаймын. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Жаңа сабақ өтпей тұрып, біз өткен сабақты еске алайық. Қайталау білім анасы демекші, өткен тақырыпта біз не өттік? Ал енді балалар, әртүрлі дыбысқа, құбылысқа еліктеу және олардың бейнесін елестету мәніндегі сөз табы қалай аталады? Айтасыздар, еліктеу сөз деп аталады. Енді еліктеу сөз құрамына қарай қалай бөлінеді? Өте дұрыс, бір ғана түбірден тұратын дара еліктеу сөз және екі сөздің қосарлануынан жасалған күрделі еліктеу сөздер деп екіге бөлінеді екен. Енді еліктеу сөздер тұлғасына қарай нешеге бөлінеді және қалай бөлінеді? Жарайсыздар, тұлғасына қарай бөлшектеуге келмейтін түбір негізгі еліктеу сөздер және түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалған туынды еліктеу сөздер деп бөлінеді екен. Жарайсыздар, өткен сабақта естеріңізде қалыпты. Суретте көрсетілген тұлғалар кімдер? Мұхтар Шаханов пен Шыңғыс Айтматов. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қос бәйтерек достығы. Осы сабаққа қойылатын оқу мақсаттары: хроника, хабар очерктердің құрылымы мен рәсімделу арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату, еліктеуіш сөздердің мәнмәтіндегі қолданысын рәсімдеу. Сабақ мақсаттары: оқушылардың барлығы орындай алады, мәтінді оқиды, сұрақтарға жауап береді, тақырыпты болжай алады. Оқушылардың көпшілігі орындай алады, өз ойларын ортаға салады, мәтін жанрын анықтайды. Оқушылардың кейбірі орындай алады, еліктеуіш сөздердің қолданылуын түсінеді, өз ойларын ашық жеткізе алады, жүйелі сөйлемдер құрайды. Бағалау критерийлері: мәтінді оқиды, сұрақтарға жауап береді, негізгі ақпаратты іріктейді, еліктеуіш сөздердің мәнмәтіндегі қолданысын түсінеді, өз ойларын ортаға салады. Енді балалар, бірінші тапсырмаға көшейік. Мәтінді мұқият оқып, мәңгілік ел идеясына кластер жасаңдар. Мәтін жанрын анықта. Бұл тапсырмаға қойылатын дескриптор: мәтінді түсініп оқиды, мәтінге тақырып қояды, мәтін жанрын анықтайды. Тапсырманы орындап болсақ, сіздерге сұрақ: Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шахановтың достығы қазақ пен қырғыз арасындағы достықтың көрсеткіші бола алады ма? Жақсы, жауаптарыңызға рахмет. Енді еліктеу сөз мағынасына қарай екіге бөлінеді: еліктеуіш сөз және бейнелеуіш сөз. Еліктеуіш сөз түрлі дыбыстарға еліктеуден туындаған сөздер. Мысалы, тарс, сарт, сұрт, тасыр, тұсыр, салдыр, гүлдір, тағы да басқа. Бейнелеуіш сөз көру арқылы сипаттайтын еліктеу сөздер. Мысалы, маң-маң, сылқ, жалт, күрт, мұрт, қисаң-қисаң, тағы да басқа. Екінші тапсырма: көмекші етістіктермен берілген еліктеу сөздерді мағыналық түрлеріне ажыратып екі бағанға жазыңдар. Олармен сөйлем құраңдар. Бұл тапсырмаға қойылатын дескриптор еліктеу сөздердің мағыналық түрлерін ажыратады, жүйелі сөйлем құрайды. Екінші тапсырманы орындап болсақ, үшінші тапсырмаға көшейік. Сөздерді сәйкестендіріп, 4 сөйлем құрастыр. Сабағымызды аяқтайық, балалар. Сабақ соңында кері байланыс. Бүгін сіздің көңіл күйіңіз қандай болды? Бүгін не білдіңіз? Сабаққа қалай қатыстыңыз? Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Үй тапсырмасы: энциклопедиялар мен акты материалдарынан іздеп, белгілі тұлғалар арасындағы достық жайлы қос бәйтерек достығы атты эссе жазыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.